Сәлеметсің бе оқушым? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Бүгін сабақта болымды және болымсыз етістіктер туралы білімдерімізді түрлі жаттығулар орындау арқылы одан әрі шыңдайтын боламыз. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық. Кестені тиісті етістіктермен толтырып жаз. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аудар. Әрі сауатты көркем жаз. Енді оқушым, өз жауабыңды тексеріп көр. Дәл осылай жаздым деп үміттенемін. Жарайсың. Керемет. Енді оқулықтың 58-ші бетіндегі 39-ші жаттығуға назар аудар. Мәтінді түсініп оқып, мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ дайындап көр. Тағы да дескрипторға назар аудар. Ендеше өзіңді тексеріп көр. Мәтін кім туралы? Оның ерлігі туралы не білесің? Мәтіндегі мерген қызды қалай сипаттар едің деген сұрақтармен толықтырдың деп ойлаймын. Керемет, жарайсың. Енді оқушым, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Оқулықтың 59-ші бетіндегі 40-шы жаттығуға назар аудар. Етістіктерге тиісті жұрнақтарды қосып оқып, олардың қандай етістіктер екенін айтып көр. Енді оқушым, өзіңді тексеріп көр. Жіберме, қазба, шақырма, теппе, төзбе деген болымсыз етістіктер құрастырды деп ойлаймын. Егер жауабың дұрыс болса, керемет, өте жақсы, жарайсың. Енді оқушым, ойнайық та ойлайық. Қане, сенің тапқырлығыңды тексеріп көрейікші. О дыбысынан басталатын толық мағыналы сөздерді тауып, етістіктерді белгіле. Енді өз жауабыңды тексеріп көр. Тыңдап ал. Оқ. Қыз сөзіне синоним ол. Бидайдың ұлпасы әрине ұн. Соқ сөзінің синонимі ұр. Көкке самға ұш дегенді білдіреді екен. Етістіктер оқ, ұр, ұш деген сөздер. Егер сенің де жауабың дәл осылай болса, жарайсың, керемет. Оқушым, бүгінгі сабақ саған ұнады ма? Барлығын түсіндің бе? Әлде түсінбеген жерлерің болды ма? Осыған байланысты, кері байланысты мұғаліміңе жібер. Енді үйге тапсырма 41-ші жаттығу. Досыңа арнап туған күніне шақыру қағазын жаз. Бүгінгі сабаққа қатысқаныңа өте ризамын. Жарайсың, сау бол.